ана не бар ғой, Мадагаскар мультфильм. Ішінде бір король Джулиан жүреді ғой. Соның қасына бір кішкентай пушистый бір енот па бір нәрсе жүреді ғой. Фичкалифи деген ән айтады. Сол постоянно андай корольға айтады ғой. Вы самый лучший, я вас люблю, я даже полюбил вас раньше. Деп неше түрлі подхалимстволар айтады ғой. Біздің қоғамда да сондай көп көрінеді да. Қараш, оған байланысты бар ғой, мына пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына Тирмизи мен Байхақидің хадисінде келеді, солар жеткізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Айша анамызға айтқан бір өсиеті бар. Сол кезде бүйтіп айтады. Ей Айша дейді, сен дейді міскіндерді, кедейлерді, мұқтаждарды жақсы көр дейді. Және оларға жақында. Ойлашы, жақында дейді. Сол кезде қиямет күнінде Аллах тағала сені өзіне қарай жақындатады дейді. Бұл дегеніміз не? Яғни біз қоғамда көп нәрсе осындай түсінеміз. Айтып отырсың ғой, меня раздражает вот это, да? Это действительно раздражает. Подхалимство, тағы да басқа. Я не знаю, неше түрлі көріністерді көріп қойды ғой, бір-бірін не істеу керек екен. Соған байланысты, мысалы, қалай түсінеміз? Сол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам нені түсіндіреді? Яғни бұл Аллах тағала разылығы үшін жақсы көру біреуді үлкен шынайы келбеті. Өйткені сен міскінді, немесе кедейді, мұқтаждарды не үшін жақсы көресің? Олар мансап жоқ, байлық жоқ, образование жоқ, дұрыс сөйлесе алмайды мысалы сен. Енді жалпы көп нәрседе, енді былай айтқан кезде көп адамдарда бар нәрсе оларда жоқ. Бірақ оларды жақсы көресің, оларға жақын боласың, олармен тамақ ішуге, кездесуге асығасың да. Бір жағынан шүкір ету үшін, өзіңнің өмірі үшін. Екінші жағынан ол адамдарды былай айтқан кезде тастап кетпеу. Сол кезде не үшін жақсы көресің енді? Ештеңесі жоқ қой. Бұл басқа Алла разылығы үшін ғана жақсы көресің болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол үшін айтады. Оларды жақсы көр және оларға жақын бол. Қиямет күнінде Аллах сені өзіңе жақындатады дейді. Вот и все.